Жақсы. Жақсы оқушылар. Жинақталып болдық па? Алдымыз қарайық. Кітап құралдарымыз түгел ма? Нұрлы. Кітап қарайық. Жақсы. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қандай? Менің отбасымның рухани құндылықтары. Бүгінгі сабақта біз өз отбасымыздың құндылықтары және оның сақтауды маңыздылықтарын үйренетін боламыз. Жалпы тақырыпты ашу үшін алдымен ой қозғап алайық. Сұрақтарға жауап берейік. Отбасы сөзін естігенде ойларыңа не келеді? Қол көтереміз, Аян. Отбасымен көңіл көтеруге болады. Тағы, отбасы сөзін естігенде ойларыңа, Дидар? Басқа. Тағы, кімде? Раяна? Біздің отанымыз, отбасымыз. Тағы, Махаббат? Тағы не келеді ойымызға? Еркін айта беріңдер, Абдурахман? Ата-анамыз келеді, иә? Жақсы. Материалдық және рухани құндылықтарға нелер жатады? Ал құндылық екіге бөлінеді, иә? Материалдық және рухани. Ал руханиға не жатады? Материалдыққа не жатады? Қалай ойлаймыз? Рухани дегеніміз ол біздің жүрегімізден, жан дүниемізден шыққан, яғни мейірім, бір-бірімізге деген жанашырлық, жылулық сезімі, иә? Ал материалдық дегеніміз қолымызбен жасай алатын, бірімізге көмектесе алатын, жәрдемдесе алатын біздің рухани құндылықтарымыз. Қалай ойлайсыңдар, адамдарға осы материалдық құндылық пен рухани құндылықтың қайсысы ең қажетті деп ойлайсыңдар? Рухани, яғни адамның ішкі жан дүниесінде мейірімділік, жанашырлық болмаса, оның барлығы не? Бекерге, яғни құр босқа өтеді екен, иә? Жақсы. Ендеше қазір шаңырақ әдісі арқылы тобымызға бөлініп алайық. Мына жерде сендерге шаңырақ алып келдім. Бір-бірден суыра қойыңдар. Былай ал, инесімен ал. Кез келген біреуін ала бер. Инесі маған жинап бере қойыңдар. Жақсы, қараймыз. Бұл сендерге тек қана топқа бөлу үшін емес, екінші жағы не екен? Бағалау, иә? Инені өре ол. Жақсы. Бірінші топ, бірінші қатарға, екінші топ, екінші қатарға, үшінші топ, үшінші қатарға жинала қояйық. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Жылдам ауса қояйық орнымызға. Кітап-дәптерімізбен аусамыз? Не болды, Марғұлан? Нешінші топ, сумкың таста, өзің аус. Кітабыңмен аус. Орналастық па? Иә. Қараймыз. Біздің қолымызда бұның екінші жағы бағалау. Біз күнделікті сабақтарда істеп жүрміз ба? Білеміз ғой. Ендеше атымызды толтырайық. Атымыз жазуды ұмытып кетпейік. Атымызды толтырайық бірінші. Содан кейін қараймыз. Қазір біздің орындайтындарымыз үй жұмысына жауап береміз. 2 балл. Жеке жұмысқа жауап береміз. 2 балл. Жұптық жұмысқа жауап береміз. 2 балл. Топтық жұмысқа жауап береміз. 4 балл. Соңында өзіміздің бағамызды шығарамыз, иә? Сосын астына мен өзім бағалайтын болам. Жақсы. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын ең алдымен өткен сабақты бір пысықтап алайық. Кімнің бағалау парағында жұлдызша бар? Қолымызды көтерейік.
Абдурахман, Марғұлан, Ислам және Махаббат. Жақсы. Бірінші сұрақ, Махаббат. Елді мекендердің қандай түрлері бар? Үй тапсырмасы ғой? Иә, қандай түрі бар? Ауылдық және қалалық. Жақсы, отырағы. Екінші сұрақ, Ислам. Қала мен ауылды не байланыстырады? Жұмыс, күн, тіршілік. Иә? Марғұлан. Келесі сұрақ, жергілікті жердің планын қалай жасаймыз? Жергілікті жердің планын қалай жасаймыз? Жоқ. Не істейміз? Раяна? Бірінші суретке түсіреміз. Кішірейтеміз. Қағазға түсіреміз. Яғни, үй жұмысының 2 балдың Раяна өзіңе. Келесі сұрақ, Абдурахман. Күн және жұлдыздар арқылы көкжиек тұстарын қалай анықтауға болады? 7 қарақшы шығар. Иә, 7 қарақшыны тауып аламыз. Сосын 7 қарақшының бақырашынан нені табамыз? Темір? Иә, темір қазық табамыз. Сосын? Иә, темір қазық әрқашанда тек қай бағытты көрсетеді екен? Солтүстік бағытты көрсетеді. Сол арқылы біз өзіміздің бағытымызды табамыз. Жақсы оқушылар, үйге тапсырманы қайталап болсақ, сұраққа жауап берген оқушылар өзімізді бағалауды ұмытпаймыз. Бағаладық па? Балымыз қойдық. Жақсы. Келесі, бүгінгі тақырыбымыз бойынша кітап дәптеріміз ашайық. Бүгінгі күннің жадын жазайық. Бүгін 9-шы қаңтар. Менің отбасымның рухани құндылықтары. Жаздық па? Әдемі, көркем, таза жазамыз, боямаймыз. Отық па оқушылар? Тездетейін, тақырыпты ұзақ жазамыз ба? Жақсы. Кітабымызға қарайық. Күндегіше біз дәптермен жұмыс жасаймыз. Сөздікті жазып аламыз. Бізде қандай сөздер берілген? Бірінші, отбасы, орысша, семья, ағылшынша, family. Сосын келесі сөзіміз рухани құндылық, орысша, духовные ценности, ал ағылшынша spiritual values жазамыз. Дәптерімізді ашайық, жазыңдар. Жазамыз. Көркем, нұрлы. Асықпаймыз. Не ол? Әдемі жазшы. Family. Рухани құндылық. Отық па? Жалпы отбасы деген туысқан, жақын адамдардың бір шаңырақтың астында өмір сүруі, бір ортада. Болдық па?
Болдық па оқушылар, тез етейік. Болайық. Тапсырмаға үлгермей аламыз. Жақсы. Болсақ қаламызды қояйық. Болайық. Жақсы. Келесі. Өзімізді бір хикаяшы ретінде сезініп көрейік. Әр отбасының өзіндік құндылықтары бар, я? Әр отбасының өзінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан, біздің ата-әжелеріміз қалдырып кеткен отбасымызда бір салт дәстүрлер бар, я? Мысалы, бәріміз үйімізде дастархан басынан ас қайырмай тұрмаймыз, я? Оның өзі бір құндылық. Тағы қандай құндылықтар болуы мүмкін? Сау кесу. Ал Абдурахман? Тамақты жеймін пісімілі. Иә, пісімілі деп жейміз. Ал тағы қандай құндылықтар бар? Аян? Сөйлемейміз, иә. Тамақты оң қолмен жейміз. Енді бәріміздің үйімізде бар ғой. Сосын тағы. Телефон қарамаймыз. Қазір бәрімізге сол активный, кәдімгі үлкен көлемді не болып тұр, я? Бәріңе де айтамын, ата-аналарың дастархан басына келгенде сол телефонды тастап келіңдер деп, қарамаңдар деп. Жақсы. Балуанияз? Иә, ас қайырғанда күлуге болмайды. Жақсы. Сол сияқты мен хикаяшымын деп өзімізді хикаяшы ретінде сезініп, әркім өзінің отбасындағы бір жеке құндылықты жазып шығайық. Жоқ, бірінші тапсырамыз орында болайық. Жеке құндылығымызды жазып шығайық отбасымыздағы. Бір салт дәстүрді жазып шығайық. Біздің үйімізде қандай салт бар? Ата әжеміз қалыптастырып кеткен. Жазамыз дәптерге. Жазамыз. Иә. Өзіміздің отбасымызда кездесетін салт дәстүрді жазамыз. Күнделікті ұстанып жүрген құндылығымызды жазайық. Қандай бар? Ағаларымыз, апаларымыз, інілерімізге, кішілерімізге қамқорлық жасады, я, сабақтарымызға көмектеседі. Әркім өзінің ойын жеке жазып шығайық. Сосын оқимыз. Не істейміз дейдер? Үйде қандай салт бар? Папаң, атаң айтады, не айтады? Ас қайырамыз. Тағы. Неғыл деп айтады аталарың? Қандай даналық айтады, қандай ақыл айтады? Қолың жу дейді, міндетті жаз. Жүгірме, жаз. Жаз, бәрін жаз. Жазамыз. Әркім өз ойын. Ештеңе етпес, иә. Жаздық па, кім болды? Ал, баянда оқиға. Орнымыздан тұр, дәптермен оқы. Дастархан басынан тұрып кетпе. Жақсы. Тағы кім? Аян? Жақсы. Тағы кім? Сұраққа жауап бергендеріміз балымызды бағалап қойып отырмыз ба өзімізді? Баяна? Нұрлы? Дастарханда тамақты жеп болған соң қолымызды жайып едіңіз. Тағы? Дидар? Өзімізді бағалауды ұмытпаймыз. Иә, ас қайырмай тұрма, иә? Тағы? Еңлік? Иә, бағалаймыз өзімізді. Тамақты оң қолмен жеу керек. Тағы? Тағы? Полонез? Тамақпен?
Асқайырып отқанда күлуге болмайды. Жақсы оқушылар, өз-өзімізді бағалап алайық. Абдурахман болдың ба? Абдурахман күшті бірдеңе жазып отқан сияқты толып тұрып. Ал Дидар. Иә, тамақпен ойнауға болмайды. Марғұлан, неге сабаққа түспей отырсың? Оқшыш. Жаздың ба? Қамырмен, иә. Тағы. Нанды уатуға болмайды, иә? Абдурахман болдың ба? Бол. Болайық. Ислам, айтау. Өзімізді бағалауды ұмытпаймыз, оқушылар. Сол қолмен жеуге болмайды. Жақсы. Абдурахман. Тамақ жеген кезде қолыңды жу дейді. Тамақ жеп болғанда ас қайыр дейді. Ас қайырған кезде сөйлеуге болмайды дейді. Нанды баспа дейді. Жарайсыңдар. Абдурахман, сен 3-ші топсың ғой, неге бұлай отырып алғансыңдар? 2-ші топ. Мен сол жаққа қарап отырмын, Балуанияз. Сен 3-ші топсың, 3-ші топ ары жақта емес пе, Абдурахман? Неге өйтіп отырып алдыңдар? Мен сендердің көптіктен алыс. Балуанияз. Сен екеуің неге жақындар? Неге қарамадыңдар? 3-ші топ, 2-ші топ дегендеріңе? Жақсы. Өз-өзімізді бағалап алсақ, келесі кітабымыздың 47-ші бетінде ештеңе етпес, Абдурахман, тұра берсін. Қасына тұра берсінші. 2. Қасына тұра берсін. 2. Жақсы. Келесі 47-ші беттегі суретке назар саламыз. Түгел. Қараймыз. Бұл суретте не айтуға болады? Не көріп тұрмыз? Отбасын көріп тұрмыз, иә. Кімдер бар? Ата, әже, бала және қыз бар, иә. Бұл отбасында қандай қазақы салт дәстүрлер сақталған? Сол туралы шағын әңгіме құрастырамыз. Жұбымызбен бірге ақылдасамыз, әңгіме құрастырамыз. Сосын біреуіміз ортаға салып айтып шығамыз. Иә, дәптерге ақылдасыңдар. Суретке қараймыз. Бұл отбасында қандай құндылық бар? Қандай отбасында салт дәстүр сақталған? Қараймыз. Иә, өз ойымызбен, жұбымызбен ақылдасамыз бірге. Жұбымызбен ақылдасамыз. Жұбымызбен ақылдасамыз. Талқылаймыз. Отбасында қанша адам бар, кімдер бар, олар не істеп жатыр? Сурет бойынша. Ақылдасып, біреуіміз жазып, ортаға салып, оқиық. Ауызша айтсаңдар да болады, Гүлмира, Раяна. Ауызша айтамыз ба? Нұрлы, дайынбыз ба? Кім дайын? Дайынсың ба, Абдурахман? Ал айтауын. Иә. Мамасы, қызы, баласы, әкесі, әжесі, апасы. Иә. Иә. Ет жеп жатыр, иә? Бауырсақ қойылған, иә, дастарханда. Сосын. Бұл суретке қарап, қандай салт айтуға болады? Қандай сөз есіңе түседі? Мүмкін мақал есіңе түсетін шығар. Әңгіме? Қандай әңгіме? Ал. Қандай салт дәстүр бар бұл суретте? Қандай құндылық бар деп ойлайсың? Пайдалы тамақ жеп отыр біріншіден. Сосын. Етті оң қолмен жеп отыр. Сосын. Иә.
Отбасының барлық мүшесі не істеп отыр? Барлығы бір дастарханның басында бірге ас ішіп отыр, иә? Иә. Ал Нұрлы, сен қалай жауап бересің? Иә. Абдурахман Дидар, балдарымызды қоямыз. Иә, жыр, терме үйретіп атқан болуы мүмкін, иә? Иә, өзінің аналық қызметін жасап жатыр, иә? Иә, жақсы, жарайсың. Аян? Иә. Қандай? Ет тұраудың да өзінің әдебі бар ғой, иә? Аян, жақсы, Нұрлы, Аян. Жақсы, Раяна. Жұптық балдарын қойып алдыңдар. Тез айта. Яғни отбасының барлық адамы дастархан басына бір уақытта бірге ас ішіп отыр, иә? Бір-бірінің қалтарысын қалып атқан жоқ қой. Бәрі бірге, иә? Жақсы, Раяна. Жауабыңа қанаттандық. Жаңа екеуің жұптық емес пе? Айта ғой еңіріп. Иә. Ақылын, өзінің даналығын айтып жатыр, иә? Жақсы, оқушылар, бір сергіп алайық. Қолымызда қаламымыз бен карандашымызды аламыз. Орнымызда отыра беріңдер. Орында отыра беріңдер. Кеттік. Қайталаймыз. Жақсы. Жақсы. Келесі, жұптық жұмыста өзімізді бағаладық па? Келесі, топтық жұмысқа кезек берейік. Ең алдымен осы рухани құндылықты әуел баста адамдар өздері жақсы түсінбепті. Сол туралы бір аңыз бар екен, тыңдап жіберейік. Отбасы туысқан, жақын адамдардың бірге өмір сүруінің ортасы. Оның рухани және материалдық болып өздерінің отбасылық құндылықтары бар. Адамдар рухани құндылықтың бағасын болмаса сүрегеттері және аңызға, үлкен отбасындағы табыс-тәттілік, ынтымақ болмай, ұрыс-керістен даулаудан арылмапты. Олар бір-бірін даналыққа келіп, өздерін береке бірлікте өмір сүруге үйретуді тиісті. Ақсақал, ешкім сендерге бақытты өмір сүруді үйретпейді. Бақытты болу үшін өздерінің некелеген жас келіндер кетті. Бұл отбасының мүшелері кеңесе келіп бірнеше сөз жазыпты. Ол қандай сөз болуы мүмкін? Ойлан. Жақсы. Жаңа Дана қарт айтқандай, әркімнің отбасының құндылығын, берекесін ешкім біреу келіп орнатып бермейді екен, иә? Яғни өзіміз отбасында өзіміз қалыптастырамыз. Яғни бұл отбасының адамдары бірнеше құндылықтарды жазып шығыпты. Сол құндылықтарды мына қазір сендерге берілген шағын хаттың ішінен ашамыз. Ішінде қиылған қиынды әріптер бар. Сол арқылы әр топ екі құндылықтан
жазып шығамыз. Топпен біргеміз. Ашыңдар, жыртып ашыңдар. Ішінде қима қағаздар бар. Кел, қандай сөз болуы мүмкін? Ол сендердің кітаптарыңда, ол құндылықтар сендердің кітаптарыңда да көрсетілген. Клейлейміз, жылдам клейлейміз. Не клейлейміз? Ей, мынау оң жағын сеңшеш. Оң жағын істейміз. Жаңа маркер ар жағында түсіп тұр ма? Бәрін оң қаратып алыңдар. Біреуін клейлей беріңдер. Келсе. Мына оң жағын пайдаланшы, оң жағын. Мына оң жағы ғой, оң жағы. Болмаса артын жоқ. Қандай сөз? Түсініктік пе, қалай? Міне, мына жерде бар ғой сөздер. Сен істеп жатсыңдар. 8 ғой, осы да осылардан. Мына ішінде, мына ішінде тамдар. Қайырымдылық деген сөз бар ма, не мына жерде? Қамқорлық емес пе? Я. Ма бар ма? Қандай сөздер келеді? Қамқорлық деген. Сендерде Б бар ма? Махаббат десе? Бар ғой, махаббат деген бар ма? Бар ғой. Жаймен бүйтіп ала қойыңдар. Жақсы. Ұстап отыра қойың, қазір біріміз айтамыз. 2 топ болсын. Қылайық. Сындай тұра. Сосын, қандай сөз шығуы мүмкін? Қағайда. Қандай сөз бар тағы? С. Сыйластық. Шыға ма сыйластық? Иә, келе ма? Сыйластық. Бізде клейлейміз. Ойбай, сендерде не болып жатыр? Біреуін тауыпсыңдар түсірік. Жанашырлық. Қамқорлық. Сенім. Жақсы. Болдық па? Ал бірінші топ. Шыға ойындар. Қандай сөздер шықты? Былай ұстаңшы енді. Қамқорлық және сенім. Ал бұл туралы не айтамыз? Отбасында? Иә, сіңілдерімізге, інімізге қамқорлық жасау. Сосын? Кімге? Отбасымызда кімге? Біреуге емес. Ата-аналарыңның сендерге сенімі, иә, қамқорлығы. Яғни бұл отбасында кездесетін құндылықтың 2 түрі. Жақсы, келесі 2-ші топтаймыз ба? Кел. Өзімізді бағалаймыз. Топтық жұмысқа 4 балл. Ислам, кел. Қойста. Көрсетшіш. Қандай сөздер таптық? Жанашырлық және түсінік. Ал бұл туралы не айтамыз? Ислам директор. Иә.
түсінуіміз, иә, бірімізге деген түсіністік болу керек, иә, бірімізге деген жанашырлық, қамқорлық болу керек. Яғни бұл біздің отбасымызда кездесе ме? Иә, жақсы. Отыра қойыңдар. Келесі үшінші топтаймыз ба? Өзімізді бағалауды ұмытпаймыз, оқушылар. Топтық жұмысқа 4 балл. Ал қандай сөздер шықты? Махаббатты, сыйластық, Сыйластықты. Т-дан кейін тұрады ғой. Махаббат. Сосын сыйластық. Иә, жақсы. Ал бұл туралы не айтамыз? махаббатты деген бір-бірімен абырсымау Бір-бірімізбен, қабылдау. яғни бауырларымызбен бір шаңырақтың астында бірімізді, иә, жақсы көру, бір-бірімізді түсінісіп, сыйлау, иә, сыйластық пен махаббат. Жақсы. Отыра қойыңдар. Өзімізді бағалап алайық. Оқушылар, есімізде сақтайық. Қазір неке мен отбасы, әке мен бала, ата-ана барлығы да мемлекеттің қорғауында. Иә? Балаларға қамқорлық жасау, Аян, тұрса отыр. Қамқорлық жасау, оларды тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы әрі міндеті. Кәмелетке толған, еңбекке жарамды, сендер еңбекке жарамды боласыңдар, 18 жасқа толғаннан кейін, сендердің еңбекке жарамсыз ата-аналарыңа көмектесулерің сендердің міндеттерің болып қалады. Жақсы. Ендеше, қазір бүгінгі сабақта түсінгендігіміз жайында